Жол ережесін бұзғандарға қандай жауапкершілік көзделді? Тіркеуге қойылған мопед құралдары қанша? Ауа райына байланысты қандай шаралар қолданылды? Статистика алдамайды, сандар сөйлесін. Әр дүйсенбі сайын тәртіп сақшыларының атқарылған жұмыстарына назар аударыңыз. Атырауда 62 мопед көлігі тіркеуге қойылды. 5 сәуірден бастап мопедтер ресми түрде механикалық көліктерге жатқызылып, оларды тіркемей және құқықсыз пайдалануға тыйым салынады. Өзгерістерге сәйкес мопедті алдын ала тіркеп, қажетті жүргізуші куәлігін алу қажет. Қазіргі таңда Атырау қаласы аумағында 62 мопед көлігі тіркеуге қойылған. 5 сәуірден кейін тіркелмеген мопед жүргізушілеріне әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 612 бабындағы көлік құралын жүргізу куәлігі жоқ күйінде тізгіндеу және 590 бабының 2 тармағына сәйкес мемлекеттік белгісі жоқ күйде басқарғаны үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Айта кетейік, 2025 жылғы 5 сәуірден бастап тіркеу қағидаларына және жол қозғалысы туралы заңына түзетулер күшіне енеді. Осы күннен бастап 50 текше метрлік мопедтер ресми түрде механикалық көліктерге теңестіріледі. Осындай көлікті басқару үшін жүргізушіге А1, А немесе Б санаттарындағы жүргізуші куәлігі, ал мопедте мемлекеттік номерлер, сақтандырудың болуы және техникалық тексеруден өтуі қажет. Полицейлер тас жолда жүргізушілердің қауіпсіздігін қамтамасыз етуде. Облыс аумағында қалың қар түсу салдарынан тас жолдардың көктайғақ болуына байланысты Атырау-Ақтөбе Астрахан тас жолында Атырау облысы полиция департаментінің жанындағы патрульдік полиция ротасының қызметкерлері тайғақ жол бойында көлік құралдарының қалып қоймауы үшін көлік құралдарын қызметтік көліктердің бағыттауымен жеткізу жұмыстарын жүргізуде. Ақтөбе облысының бағытына 260-қа жуық көлік полиция қызметкерлерінің сүйемелдеуімен жөнелтілді. Құрметті көлік жүргізушілері, ауа райының қолайсыздығына байланысты өзіңіздің және өзгенің өміріне қауіп төндірмеу үшін алыс сапарлардан уақытша бас тартып, қауіпсіздік сақтауыңызды сұраймыз. Төленбеген 800 мың теңгеден астам айыппұлы бар көлік айып тұрағына қойылды. Атырау қаласында патрульдік полиция батальонының қызметкерлері Мұса Баймұханов көшесіндегі вокзал маңы тұсында Ресей Федерациясында тіркелген Mitsubishi маркалы автокөлікті тоқтатты. Тексеру барысында көлік жүргізушінің жалпы сомасы 802.460 теңгені құрайтын 23 айыппұлы бар екені анықталды. Айыппұлдардың көп бөлігі жылдамдықты асырғаны, көлік құралын тіркеусіз пайдаланғаны және басқа да жол ережелерін бұзуынан орын алған. Осы ретте жүргізушіге қатысты іс құжаттар жинақталып, автокөлік айып тұрағына қойылды. Бұл бағыттағы жұмыстар патрульдік полиция қызметкерлерімен жалғасады.